Баршаңызға сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін осындай керемет рулет нәрсемен бөлісетін боламын. Менімен бірге жасап көріңіздер. Алдымен біз миксерімізге жұмыртқамызды салып аламыз. Міндетті түрде бөлме температурасында тұрған жұмыртқа болу қажет. Осы жұмыртқамызды миксерлейміз. Үстіне қантымызды екі бөліп салатын боламыз. Біздің жұмыртқамыз ағарғанша дейін жақсылап миксерлейміз, өз ұстағанша дейін. Осылай қантымызды бөліп салдық. Енді ағарғанша миксерлейміз. Осы рулеттің ішіне осылай шпинат қолданатын боламын. Шпинатымызды жақсылап жуып аламыз. Осы шпинаттың үстіне сұйық майымызды құйып, блендермен жақсылап езіп алатын боламыз. Біздің шпинатымыз сұйық массаға айналғанша дейін осылай езіп аламыз. Мына біздің шпинатымызды жақсылап езіп алдық. Сұйық массаға енді мына біздің жұмыртқамыз ағарды. Осындайға дейін ағарды біздің жұмыртқамыз. Енді осының үстіне біз манағы блендермен езіп алған шпинатымызды толық құйып шығатын боламыз. Осылай миксермен бір араластырып, жай жылдамдықта бір араластырып алатын боламыз. Біздің шпинат пен жұмыртқамыз бірікті. Енді осының үстіне ұнымызды міндетті түрде електен өткізіп, үстіне разогретуімізді салып, екі бөліп салатын боламыз ұнымызды. Жақсылап осылай араластырамыз. Астынан үстіне жоғары осылай араластырып біріктіреміз массамыз. Мына барлығын толық салып араластырып алдық. Енді осы салмамызды мынада формамызға пергаментті бумағымыз жайып, барлығын салып, толық тегіс жайып шығамыз. Мына осылай толық барлық форманы бірдей қылып, жұқалап, барлық жағын бірдей қылып осылай жайып шығамыз. Енді осы рулетімізді 180 градуста 15-20 минутта пісіріп аламыз. Біздің бисквитіміз піскенше, мында мен сироп жасаймыз мына пропиткеге. Оған ішіне бір жарты стакан су және де қантымыз салып, бір дана лимонымыз салып, жай отқа қайнатып алатын боламыз. Мына біздің бисквитіміз толық пісіп шықты. Енді оны осылай тұрған бағытта, ысылай тұрған кезде осылай орап алатын боламыз. Қазір ораған кезде сынып кетпес үшін осылай орап қоятын боламыз. Ендігі біздің сиропымыз дайын болды. Осы сиропымыз дайын болғаннан кейін, сол ыстық күйінде осы бисквиттің бетіне толық құйып шығатын боламыз. Барлығын осылай барлық жеріне жеткізіп осылай құйып шығамыз. Сиропымызды құйып шықтық. Енді осылай 15 минутқа креміміз дайын болғанша қоя тұрамыз. Мында менде кремін дайындаймын. Креміне мында творожный сыр және де қантын салып, жақсылап біріккенше араластырып алатын боламыз миксермен. Осы рецепттің толық нұсқасын осы видео астында описаниеда болады, сол жерден көре аласыздар. Қанша граммнан қалай жасалатын барлығын толық жазып қоятын боламын. Және де салқын клейгейімізді құйып аламыз. Жақсылап миксерлеп, біріккенше өзі ұстағанша дейін осылай миксерлеп алатын боламыз. Біздің креміміз дайын болды. Осылай бисквиттің үстіне толық тегіс бірдей жағып шығатын боламыз. Мен шамалы крем алып қалдым, қазіргі соңында бетін әрлеуге. Мына барлығын кремімізді салып алдық, жағып. Ендігі ішіне мен салмасына осылай клубника әдемілік үшін салып шықтым. Сіз қалауыңызша мандарин, киви салсаңыздар да болады, өте әдемі болып шығады. Өзіңізде бар, қолыңызда ұнайтын фруктыны салсаңыздар болады. Осылай клубниканы салып шықтық. Ендігі пергаментный бумағымен осылай қысыңқырап орайтын боламыз. Осылай сынып кетпейтіндей қылып осылай жақсылап орап аламыз. Мына осылай рулетімізді орап алдық. Енді осы рулетімізді бір-бірін ұстап, бірігіп пропиткеге 2 сағатқа холодильникке қойып қоятын боламыз. Менде 2 сағат тұрды. Енді 2 сағаттан кейін осы пергаменттің сыртын шешіп алып, осылай рулетіміздің екі шетін кесіп тастап, осылай екі шетін алып тастадық.
ендігі үстіне осылай қалған креммен әдемілеп әсемдейтін боламыз. Сіз қалауыңызша әрлеп әсемдесеңіздер болады. Өте әдемі керемет рулет бізде шықты. Осындай керемет болып шығады. Ендігі үстінен мен осылай әдемілік үшін клубниканы қойып шықтым. Осылай клубникамен әрлеп әсемдеп керемет қылып осылай дайындап алдық. Өте тез жасалатын, өте дәмді керемет рулет. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Сіздерге ұнап, видеом ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз, және де каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Оны кескенде өте жұмсақ кесіледі. Шайға енді керемет, қонақ келгенде де мерекелік дастарханға да қойсаңыздар да дастарханыңызды ашып тұратын өте әдемі рулет. Баршаңызға да көп рахмет. Сіздермен болған Рима. Баршаңызға да ас болсын.